Сәлем достар, әдеттегідей сіздермен бірге мен Умран Қадыр. Бүгін біз сіздерге логикалық сұрақтар редакторының 4-ші бөлімін ұсынатын боламыз. Ендеше біз бастаймыз достар. Достар, сіздерге ойлануға сұрақтан 3 сұрақ қойылады, және де 10 секунд уақыт беріледі. Ендеше біз кеттік. Бірінші сұрағымыз: Арман өзінің 50 метрлік биік үйін сыртын бояйын деп жатқан, сол сыртын бояйын деп жатқанда баспалдаққа мініп бара жатқан кезде қатты жел тұрып, ол құлап кетеді. Сол кезде Арман еш жарақаттанбайды және де өлмейді. Сонда бұл қалай достар? Достар, уақыт аяқталды. Енді бұл сұрақтың жауабы: Арман ол сатының ең төменгі қабатында болған. Енді келесі сұрақ: Марат пен Мағжан екеуі доп ойнайын деп жатқан еді. Сол кезде ол екеуі сайысады. Кім ойынның басында қаншада қанша болатынын айтса, сол 100 000 теңгені алады дейді. Одан кейін Марат айтады, 3-1 дейді. Ал Мағжан айтады, 0-0 деп жауап береді. Сол кезде ойынның соңында 3-1 болады, бірақ Марат ақшаны алмайды, Мағжан алады. Сонда бұл қалай достар? Сіздерге уақыт кетті. Достар, уақыт аяқталды. Енді бұл сұрақтың жауабы: сіздерге шартын еске түсіре кетейін. Мен сіздерге ойынның басында дедім. Ал Марат ойынның соңғы жағын айтып жіберді. Марат ойынның соңында 3-1 болады деді. Ал Мағжан десе, ол негізі ойынның басында қаншада қанша болады деген. Ал ойынның басында әрдайым 0-0 болып тұрады. Ендеше біз 3-ші сұраққа көшейік. Бір күні бір бала зомбилардан қашып келе жатып 4 есікке тап болады. Сол 4 есіктің қайсысынан шығатынын білмей тұрды. Бірінші есіктен өте улы жыландары болады. Екінші есікте жабайы адамдар. Ал жабайы адамдарға кірсе болды, бірден адамды өлтіре береді. Ал 3-ші есікте қауіпті дельфиндер болады. Ал 4-ші есікте лаулаған оттар тұрады. Енді осы 4 есіктің біреуінен ол қашып құтылады. Сонда бұл 4 есіктің қайсысынан құтылады достар? Сіздерге уақыт кетті. Достар, уақыт аяқталды. Енді бұл сұрақтың жауабы: бұл дельфиндерден қашып құтылып кетеді. 4-ші есік, яғни өйткені дельфиндерге келсе, дельфиндерге адам тиіспесе, дельфиндер өздігінен оларға тиіспейді. Және дельфиндер адамға үйреніп қалған дельфиндер болған. Достар, мен барлық сұрағымды қойдым. Және де маған осы видео ұнаса, лайк басып, төмендегі подписаться деген қызыл кнопка бар. Сол қызыл кнопканы басып, және де қоңырауды басып қоямыз. Және де комментария қалдырамыз. Достар, комментарияға мен алдағы уақытта қандай видео түсірейін, ол видеода не істейін, соның бәрін жаза кетіңіздер. Және де сіздер подписаться деген қызыл кнопканы басып, және де қоңырауды басатын болсаңыздар, менің ең алғаш түскен видеоларымды үзбей көре аласыздар. Және де менің каналыма жазылған болар едіңіздер. Сіздерден өтінерім, осы менің айтқанымның бәрін орындай кетіңіздер. Ендеше біз видеомызды аяқтаймыз. Қош сау!